Кеш батуға таяп қалған. Күннің қызғылт сәулесі көлдің бетіне шағылысып, майда толқындар сылдырап, самал жел бет сипайды. Сол сәтте көлдің ескі жар қабағына қарай асыға басып келе жатқан бір келіншек бар еді. Үстінде ала-құла ұзын көйлегі, басында қара орамалы бар. Қолында ауырлау целлофан пакет. Асығып жүрсе де, әр қадамын қорқыныш пен үмітсіздікке толы түрде басып келеді. Екі иығы селкілдеп көзінен жас тоқтар емес. Осы кезде көлдің арғы жағындағы ескі балықшылар сарайында темекі тартып отырған Дәурен деген жігіт келіншекті байқап қалды. Ол бүгін ауылдан қашып көл басында тыныштық іздеп жүрген. Анадайдан әйелдің қолындағы пакетті көлге лақтырмақ болған әрекеті оның көзіне оғаш көрінді. Не істеп жатыр өзі? Қараңғы түспей жатып не тастағалы жүр екен? Деп күбірледі де, аяғын ақырын басып келіншекке жақындай түсті. Келіншек пакетті ашып ішінен бірдеңелерді алып жылап тұр. Дәурен алыстан байқаса, әлгі заттар, кішкентай бала жейделері, ойыншықтар, бөтелкеге құйылған сүт сияқты көрінді. Апырай, баласына не болды екен? Деп іштей ойлады ол. Осы сәтте келіншек пакеттің ішіндегі ақ жейдені бетінен сүйіп, зар еңіреп жылады. Кешірші мені, балам. Кешірші. Мен сен үшін бәрін істедім. Бірақ тағдырға қарсы тұра алмадым. Дәурен жүрегі дір ете түсті. Ол үндемей тыңдап тұрды. Әйел суға бір-бірлеп баласының киімдерін, ойыншығын, соскасын, бөтелкедегі сүтін лақтырып жатты. Су жұтып жатқан заттар ақырын ғана батып барады. Әйел тоқтаусыз жылап тұр. Дәурен шыдай алмай қасына барды. Тәте, тоқтаңызшы. Не істеп жатырсыз? Деді жанын қоярға жер таппай. Келіншек селк ете қалып артына бұрылды. Бет жүзі үсіп кеткен, көзі қып-қызыл. Сен кімсің? Деді тізесі дірілдеп. Мен? Дәуренмін, тек сізге көмек керек шығар деп. Ешкім көмектесе алмайды. Ешкім. Ол еңкейіп судан қалған заттарды жинағысы келгендей қарады да қайта жылап жіберді. Дәурен үнсіз тұр. Әйел қолындағы пакеттің түбінен бір парақ қағазды алып шықты. Дәуренге көрсетті. Қағазға былай деп жазылған екен. Балаңды тартып алдық. Енді оны ешқашан көрмейсің. Бізге жолама. Полицияға айтсаң өлтіреміз. Дәуреннің төбе шашы тік тұрды. Бұл не? Деді дірілдеп. Олар менің 3 айлық баламды ұрлап кетті. Кеше түнімен жылап шықтым. Іздеме деді. Бірақ қалай? Қалай өмір сүрем енді? Ол тізерлеп отырып қалды. Су жағасына құлап айқайлап жылады. Дәурен дереу телефонын алып біреуге хабарласты. Ермек, тез жет. Мұнда бір әйелдің баласын ұрлап кетіпті. Қайсы топ екенін анықтауымыз керек. Көлдің жағасындағы ескі балықшылар сарайына кел. Ол Ермек деген досы криминал полициясында істейтінін білетін. Екеуі де кезінде жетім өскен. Баланың жоғалуы Дәуренді де күйретіп жібергендей болды. Түн ортасында полиция келді. Келіншек талықсып қалыпты. Дәурен оны көтеріп көліктің артқы орындығына жатқызды. Полиция келгенше ол көзіне жас алып отырды. Бір сәтте әйелдің телефонына тағы бір хабарлама келді. Сен әлі де іздеп жүр екенсің. Ескерткенбіз ғой. Енді балаңды тірідей көмуге тура келеді. Полиция телефонын тартып алып, нөмірді анықтай бастады. Іздеу жұмысы басталып кетті. Ал Дәурен болса, әйелдің басын тізесіне қойып отырып ішінен. Қорықпаңыз, әпке. Не болса да сол баланы табам. Қайткенмен табам деді. Көл жағасындағы кештің тыныштығын әйелдің зарлы даусымен толқын сылдырғана бұзып тұрды. Полиция әйелді ауылдық ауруханаға жеткізді. Дәурен қасында болды. Түн ортасы ауа бастағанда Ермек келіп оны сыртқа шақырды. Дәуке, тыңда. Біз нөмірдің қай жерден шыққанын анықтадық. Ауылдан емес. Қаладағы ескі жекеменшік сим карталар дүкенінен алынған. Мүмкін, криминал топтардың бірі. Олар неге баланы ұрлайды? Ақша сұрамай ма? Жоқ. Мүмкін сатылымға. Мүмкін органдарға. Дәуреннің жүрегі тіксініп кетті. Ермек, сен түсінесің бе, 3 айлық бала. Оның өмірі енді ойыншыққа айналып отыр. Ермек үндемеді.
Өзі де ашу мен қорқыныштан дірілдеп тұрған еді. Осы кезде әйелдің телефонына тағы бір хабарлама келді. Біз саған шанс бердік. Енді бәрі кеш. Ертеңіне Ермек пен Дәурен қаладан келген криминал бөлімнің арнайы тобына қосылды. Олар баланы ұрлаған топтың ізін облыс орталығына дейін тапты. Көлікте келе жатып Ермек телефонын шұқылап. Мына топтың аты Қара жол екен. Бұлар тек бала емес, адам саудасының барлық түрімен айналысады. Бұрын Өзбекстан, Қырғызстан жақта әрекет еткен. Енді біз жаққа ауысқан. Дәурен терезеге қарап үнсіз отырды. Көз алдына көл жағасында жылап отырған әйел, оның пакеттегі баласының кішкентай жейдесі елестей берді. Ермек, егер біз бұл баланы құтқара алмасақ, мен өмір бойы өзімді кешірмеймін. Қалаға жеткенде олар топтың жалған құжат жасап, балаларды Ресейге өткізіп жіберетінін анықтады. Бір қоймада күдіктілер бар деген ақпарат түсті. Ермек бастаған арнайы топ пен Дәурен жасырын кірді. Қойма іші қараңғы, ескі тоқыма фабрикасының орны. Іштен бөтен тілде сөйлескен ер адамдардың дауысы естіледі. Қайсысы? Деді Ермек сыбырлап. Ана жерде темекі тартып тұрған екеуі күзет. Оң жақтағы контейнерлерде балалар болуы мүмкін, деді жедел уәкіл. Дәурен жүрегі аузына тығылып контейнерлерге қарады. Бірінен бала жылаған дауыс естілді. Ол дауыс сондай әлсіз еді. Менің балам, деген әйелдің сөзі құлағында тұрды. Бөлім. Шабуыл. Кенет Ермек. Шабуыл, деп белгі берді. Полиция есіктерді бұзып кіріп, автоматтарын кезеді. Күзетшілер қашып үлгермеді. Іште 3 бала бар екен. Екеуі 3-4 жастағы өзбек және тәжік балалары, ал бір контейнерде оралған сүлгінің ішінде 3 айлық қазақ сәбиі жатыр. Ол әлсіреп, әрең тыныстап жатыр еді. Дәурен жүгіріп барып сәбиді қолына алды. Жүрегі жарылып кетердей соғып тұр. Нәресте ашылып кеткен көгілдір көзімен әлсіз ғана қарады да қайта кірпігін жапты. Бірақ тірі. Тірі, деді Дәурен көзінен жас парлап. Ермек те сәбидің басын сипап. Құтқардық, бауырым. Құтқардық. Арада 2 сағат өткенде бала ауруханаға жеткізіліп анасымен қауышты. Әйел баласын құшақтап тоқтаусыз жылады. Дәурен мен Ермек сыртта тұрды. Жедел топ Қара жол бандиттерінің негізгі мүшелерін ұстады. Сол күні кешке жаңалықтарда да көрсетті. Келіншек Дәуренге келіп, сіз менің періштем болдыңыз. Мен сізге өмір бойы қарыздармын. Дәурен оның басынан сипады. Періштеңіз, балаңыз. Сол үшін өмір сүріңіз. Сол күннен кейін Дәурен полицияға жұмысқа орналасты. Ермек оны өз тобына шақырды. Өйткені ол адамдардың қайғысын жүрегімен сезінетін. Ал келіншек баласымен бірге жаңа өмір бастау үшін басқа қалаға көшті. Көл жағасында сол күнгі толқындар баяу тербеліп жатты. Сол бір ала-құла пакет, суға кеткен ойыншықтар, үміт пен қайғы. Бәрі өткеннің ізі болып қалды. Бірақ бір сәби тірі. Бір үміт қайта жанды. Дәурен полицияға қабылданған алғашқы күннен бастап Қара жол тобы туралы мәлімет жинады. Ермек оған топтың ішкі құрылымын түсіндірді. Бұл жай ұрылар емес. Бұлар халықаралық мафияның бір тармағы. Басты мақсаты бала сату. Органдарға, бай отбасыларға, кейде тіпті құлдыққа. Дәурен әр сөзіне жанын ауыртып тыңдады. Бір сәт кешіккенде ана баланы жер бетінде болмас еді, деп ойлады. Сол сәтте Ермек столдың үстіне бір сурет қойды. Мынау Қара жолдың Қазақстандағы жетекшісі Қанат Байзақов, бұрын заңгер болған. Ақша мен билік үшін қылмыс әлеміне кірді. Енді ол тек бала ғана емес, қыздарды, тіпті қарттарды да саудаға салады. Бір аптадан соң Ермек пен Дәуренге Қанаттың қала сыртындағы жасырын вилласында болатыны туралы ақпарат түсті. Операция түнгі сағат 3-те басталды. Қараңғыда 7 көлік үйді қоршап тұрды. Дәуреннің жүрегі тарсылдап, қолына берілген тапаншасын қыса ұстап тұрды. Ішінен, Алла балаларды аман сақтай көр, деп дұға етті. Олар есікті бұзып кіргенде Қанат алтын жалатылған креслода отыр екен. Күліп қарсы алды.
О, жаңа бала құтқарушылар. Келдіңдер ме? Тек біреуін құтқардыңдар. Ал жүздегені қайда, білесіңдер ме? Дәуреннің ашуы қатты келді. Бірақ ермек белгі берді, сабыр. Полиция қанатты қолына кісен салып, басқа бөлмелерді тінтті. Подвалдан 2 жас келіншек пен 4 бала табылды. Оларды түнде шекара асыруға дайындап жатқан екен. Балалардың ең кішісі небәрі 1 айлық, жөргекке оралған күйі жыламайды қалған. Қанатты тұтқындау Қазақстан бойынша резонанс тудырды. Ол бұрынғы үлкен шенеуніктермен байланысы бар, тіпті кей полиция қызметкерлері де оны қорғап келген екен. Тергеу барысында барлығы әшкереленді. Қара жол тобы бір жола жойылды. Ал Дәурен мен Ермекке алғыс айтушылар көп болды. Бірақ екеуі де мақтанбады. Олар үшін бұл міндет еді. Көл жағасында бала киімдерін суға лақтырған келіншек Жанар, ол операциядан соң басқа қалаға көшіп, жаңа пәтер жалдап, тігін цехына жұмысқа кірді. Кейде Дәурен оған телефон соғып, амандығын біліп тұратын. Бір күні Жанар телефон соқты. Дәурен, біз саған қонаққа барсақ бола ма? Әрине, кел. Ертесінде Жанар 3 айлық сәбиін көтеріп Алматыға келді. Бала сүйкімді, тісі жаңа шыға бастапты. Дәурен оның кішкентай алақанын ұстап отырып, мына қолдардың кіршіксіздігіне қарашы. Сол үшін өмір сүргім келеді. Кешке Ермек те келді. Үшеуі шай ішіп отырғанда Жанар көзіне жас алып, сіздер болмағанда мен тірі өлікке айналар едім. Мен енді өмірді жаңа парақтан бастаймын. Дәурен жымиып, осы бала үшін бәрін жеңесіз. Өйткені ол сіздің үмітіңіз ғана емес, тірі қалған жүрегіңіз. Арада 3 ай өткенде Дәурен демалыс алып, сол бұрынғы көлге барды. Толқын баяу сылдырап, кешкі күн қызарып батып барады. Құмда отырып ол ішінен, сол түні келмегенімде, бұл көл талай сырды жұтып жатыр ғой, деп ойлады. Бірақ сол сырлардың ішінде ең маңыздысы бір өмірдің құтқарылуы еді. Ол суға тас лақтырып, артынан дұға оқыды. Раббым, балаларды қорғай көр. Ана жүректерін аяй көр. Толқындар жағаға соғылып, қалың құмға сіңіп жатты. Ал алыста ауылда бір ана сәбиін құшақтап ұйықтап жатқан болатын. Көлдің жағасында отырған Дәурен әлсіз самалды сезініп көзін жұмды. Осы 1 айларда өмірі түбегейлі өзгерді. Бұрын қарапайым қоймада жұмыс істеп жүрген ол, енді арнайы бөлімнің тергеушісі. Оның өмірін өзгерткен бір сәт су жағасында жылап тұрған келіншек пен пакет ішіндегі баланың киімдері еді. Телефоны безілдеп қоя берді. Қараса, Жанар хабарласып тұр екен. Алло, Дәурен. Балаң саған күлкісін сыйлады. Дәурен орнынан тұрып кетті. Қалай? Кеше алғаш рет папа деп айтып қалды. Мен үндемедім. Өйткені сен оның өмірін сақтап қалған жалғыз адамсың. Дәуреннің жүрегі шымырлап кетті. Көлге қарап тұрып көзінен бір тамшы жас ақты. Ол көз жасын сүртпеді. Себебі бұл қайғының емес, үміт пен риясыз қуаныштың жасы еді. Жанар тігін цехында жақсы шебер болып танылды. Бала бақшасына барып жүрген сәбиін күнде жұмысқа апарып келді. Жолда келе жатып арбадағы баласының бетінен сүйіп, сен менің тірі қалған үмітімсің, деп сыбырлайтын. Түнде ұйықтар алдында ол баласын бауырына басып, әрдайым дұға оқитын. Раббым, менің баламды қорғай көр. Оны аман алып қалғандарды жарылқа. Сол бір көлдің жағасында кездескен жігіт менің өмірімді де, сәбиімді де құтқарды. Оған тек жақсылық бер. Ермек бір күні Дәуренді шақырып алды. Дәуке, сенің көзқарасың, жүрегің, мейірімің бәрі халыққа керек. Бізге психолог тергеуші бөлімін ашуға рұқсат берілді. Басшысы сен боласың. Дәурен үнсіз отырды. Көлді, келіншекті, баланы, операцияны, қаншама жылаған көздерді елестетті. Сосын басын көтеріп, мен дайынмын. Егер бір адамның жанын құтқара алсам, өмірім бекер емес. 1 жылдан кейін Дәурен сол көлдің жағасына қайта барды. Бұл жолы жалғыз емес. Қасында Жанар мен кішкентай бала бар еді. Бала бұлдырлап сөйлеп көлге тас лақтырып ойнап жүр. Жанар Дәуренге қарап, егер сол түні сен болмағанда бұл бала тірі болмас еді. Сен оның әкесі секілдісің.
Дәурен балаға қарап тізерлеп отырды. Сәбидің қолынан ұстап, сенің өмірің біздің үмітіміз. Сен ешқашан жылама. Сен ешқашан жалғыз қалма. Деп сыбырлады. Күн батып барады. Көлдің беті қызылға боялған. Су үстінде баяу жел есіп толқындар жағаға соғып жатыр. Бала алыстағы шағалаларға қарап күліп тұр. Жанар оның басын сипап көзінен бір тамшы жас ағызды. Бірақ бұл да қуаныштың жасы еді. Дәурен қолын қалтасына салып аспанға қарады. Раббым, менің қолымнан келгені осы. Бірақ сен бәріне құдіреттісің. Тағы да бір жанды құтқаруға күш бер. Сол сәтте шағала көлдің үстінен ұшып өтіп ақ қанаттарын кең сермеді. Көлдің жағасы үнсіз, бірақ ішінде мың сыр бар еді. Ал бұл сырдың ең үлкені жақсылық ешқашан жоғалмайды деген ақиқат болатын.